Бисмилля деп сабағымызды бастайық. Unit 16-ға келдік, 16-шы сабаққа келдік. Just, already, yet деген сөздерді өтетін боламыз. Біз осыдан алдын 15-ші сабақта present perfect деген ережені өткен едік. Яғни оны жасалған өткен шақта, білмеймін, бір 3-4 күн бұрын жасалған болсын, өткен шақта жасап, соның көрінісі қазір көрініп тұрған нәрсені present perfect пен жеткіземіз. Сол present perfectте бір сондай бір сөздер бар, соның ішіне кіретін. Just, yet, already, кейбір кезде сөйлем кезде қолданатын. Сол сөздер қолданылса, ол деген демек осы present perfect'ің ережесінде бірге жүретін, білдіретін сөздер. Already, yet, just деген сөздер. Айта кетейін, біз Essential Grammar in Use деген кітап бойынша сабақ өтіп жатырық. Сол кітаппен, ол кітаптың ішінде 114 сабақ бар. Яғни бұл A1, A2 деңгейінде, егерде осы сабақтарды өтіп шығатын болсаңыздар, сіз өтіп түсініп шықсаңыздар, сіз ағылшын тіліне A2 деңгейінде жақсы деген сөз. Демек, бұл ағылшындықтарға, яғни Америка бір жаққа барсаңыз, бұл негізі жеткілікті. Тек сөздік қорлар жинау керек болады. Және тағы да сабақ басталмастан алдын бір нәрсе айтып кетейін. Менің Telegram жабық каналымда осы сабақтарға қатысты, ережелерге қатысты мен паттерн жазамын. Яғни паттерн ол не екенін, ол дейтін автоматизмге апаруға көмектесетін сондай бір тәсіл. Яғни осы сөздерді түсіну жеткілікті емес. Бұны қазір қарарсыздар, түсінерсіздер, осы жерге осы сөз қолданатын болып тұр ғой деп. Бірақ ол түсіну бір қадам тек қана. Оны қолданыста тілге автоматизмге апару ол екінші қадам. Сол нәрсеге себепші болатын, көмектесетін иншалла бір тәсіл, ол паттерн тәсілі. Менің Telegram каналымда бар. Оны қалай алуға болады, ол не нәрсе, онымен қалай өтуге болады, сол нәрсе сізге қызықты болса, білгілеріңіз келсе, осы видеоның астында WhatsApp немесе Telegram номері бар. Соған жазсаңыздар, паттерн жерінде білгім келеді деп, сізге сол жайында ақпаратты беремін. Тіпті бір паттерн беремін. Сол паттерн ішінде 3 ағылшын тілінің ережесін осы паттерн себепті бір 20 минуттың ішінде үйреніп шыға аласыздар. Ендеше сабаққа кірсек. I've just, I've already, I haven't yet деген сөздер. Just деген a short time ago. Бір қысқа уақыт алдын. Жаңа ғана деген мағына. Just, жаңа ғана. Diane and Paul here. Diana мен Paul осында ма? Yes, they've just arrived. Олар жаңа ғана келді. They have just жаңа arrived келді. Міне have arrived деген present perfect. Осы just жаңа ғана деген сол нәрсемен келеді. Себебі жаңа ғана дегесін, демек оның результаты көрініп тұр. Жаңа ғана келді, міне екеуі келіп жатыр. Мысалы, картинкаға қарайтын болса, есікті ашты да welcome деді. Сосын мына астында жазылып тұр. They have just arrived. Міне олар жаңа келді. Жаңа келді. Just деген жаңа деген мағына. Are you hungry? Сен ашсың ба? No, I've just had dinner. Жоқ, біз жаңа ғана тамақ ішіп алдық, обед ішіп алдық. Жаңа ғана. I have just had dinner. Is Tom here? Том мұнда ма? No, I'm afraid he's just gone. Жоқ, мен қорқамын дегенде, ол жаңа кетіп қалды. He's just gone. Ол жаңа кетіп қалды. He has just gone. I haven't yet. Have you yet? Yet деген until now. Осы уақытқа шейін, қазірға шейін. We use yet in negative sentences and questions. Біз болымсыз сөйлемдерге және сұрақтарға қолданамыз дейді осы yetті. Yet is usually at the end. Yet деген сөз әдетте сөйлемнің соңында келеді. Yet in negative sentence. Негатив, яғни болымсыздағы сөйлемдегі келетін yet. Мысалы, қараңыздар. I haven't бірдеңе yet. Are Diane and Paul here? No, they haven't arrived yet. Жоқ, олар әлі келген жоқ. Осы әлі деген сөз yet. No, they haven't arrived yet. Жоқ, олар әлі келген жоқ. But B expects Diane and Paul to arrive soon. Бірақ мына B, жаңағы no, жоқ деп жауап беріп тұрған B, осы кісі, ол ойлап тұр, қазір келеді деп, жақында келеді деп.
сондай ойда неде тұр. Сондықтан да әлі келген жоқ деп тұр. Ол егер де мүлдем келмейтін адам болса, ол өйтіп айтпайды, әлі де келген жоқ деп. Ол келмейді деп айтады. Бірақ ол қазір міне жақында келіп қалады деп ойлап тұрғасын, ол әлі келген жоқ деп айтып тұр. Осы әлі. Does James know that you're going away? Джеймс біледі ме сен кетіп бара жатқаныңды? No, I haven't told him yet. Жоқ, мен оған әлі айтқан жоқпын. Мен әлі. I haven't told him yet. Міне yet деген сөз сөйлемнің соңында келіп тұр. Сөйлемнің соңында. Ең соңына қоя қоясыз сөйлемнің. I haven't told him yet. But B is going to tell him soon. Бірақ сол жаңа, жоқ, мен оған әлі айтқан жоқпын деді ғой. Бірақ ол айтайын деп жүр міне. Is going to tell. Айтайын деп жүр жақында. Сондықтан да мен әлі айтқан жоқпын деп айтты. Егер де ол мүлдем айтпайтын болса, жоқ, мен айтпаймын оған деп айтар еді. Бірақ әлі айтқан жоқпын дегендіктен ол жақында айтатын белгілі. Sylvia has bought a new dress, but she hasn't worn it yet. Сильвия жаңа киім сатып алды, бірақ ол әлі оны киген жоқ. She hasn't worn it yet. Әлі киген жоқ. Осы yet деген әлі. Мысалы, мына кинотеатрда адамдар киноны күтіп отыр. The film hasn't started yet. Фильм, кино әлі басталған жоқ. The film hasn't started yet. Енді yet in questions. Yet сұрақта қалай келеді. Have you бірдеңе соңында yet. Have Diana and Paul arrived yet? Diana мен Paul әлі келген жоқ па? Have Diana and Paul arrived yet? Әлі келмеді ме? No, not yet. Жоқ, әлі келмеді. We're still waiting for them. Біз оны әлі күтіп отырық. We're still waiting for them. Has Nicole started her new job yet? Nicole өзінің жаңа жұмысын әлі бастаған жоқ па? Әлі бастаған жоқ па? No, she starts next week. Жоқ, ол бір апта алдын бастады. This is my new dress. Бұл менің жаңа көйлегім. Oh, it's nice. О, мынау жақсы екен. Have you worn it yet? Сен оны әлі кимедің бе? Сен оны кидің бе? Кимедің бе әлі? Мына жерде yet дегесін уже біз қазақ тілінде айтқанда әлі кимедім бе айтамыз. Мысалы, мұны қараңыздар, картинкада This is my new dress. Бұл менің жаңа көйлегім деп құрбысына көрсетіп тұр. Құрбысы айтады, Oh, it's nice. Have you worn it yet? Сен оны әлі кимедің бе? Деп сұрақ қойды. Осы yet келгенде сөйлемнің соңына қоямыз. Енді already деген орыс тілінде уже дейді мысалы. Он уже пришел деген сияқты. Уже қазақ тілінде келіп қойған, ған деген сөздермен бәлкім келтіріледі. Already before you expected. Before I expected. Мен уже ойлап қойғаннан кейін, ойлап бір нәрсе істегеннен, ойлағаннан кейін алдын болған нәрсе уже. Сіз бір нәрсе ойлап, бір нәрсе шештіңіз, бір нәрсе, бірақ оның алдында бұл уже болып қойған нәрсе. Мысалы, What time are Diane and Paul coming? Diane мен Paul қашан келеді? They've already arrived. Олар уже келді. Before you expected. Сен уже ойламастан, уже шешпестен алдын олар келді. It's only 9 o'clock and Anna has already gone to bed. Сағат 9, Анна уже кроватьқа кетіп қалды, яғни ұйқыға кетіп қалды. Before I expected. John, this is Emma. John бұл Emma-ны таныстырып тұр, мысалы, картинкаға қарасаңыздар. Қызды таныстырып тұр. John, this is Emma. Бұл Emma дейді. Кім айтады? Yes, I know, we've already met. Иә, біз уже таныспыз. Сен бізді таныстырмастан алдын, біз уже таныспыз. Осы уже деген танысып қойғанбыз деп осы айту already. Енді already мен just осы have пен етістіктің үшінші түрінің ортасында келеді. Мысалы, міне соңында we've already met. Міне we have, міне have пен met-тің ортасында. We've met, we've already met. Осы ортасында болады. Сосын just та ортасында болады. Ал yet деген сөйлемнің соңында болады. Осы just келсе, already келсе, yet келсе, онда present perfect'ті қолданыңыздар. Осы have және етістіктің үшінші түрін. Жаңа, уже, әлі деген сөздер келген кезде уже, так, мен әлі деп айтам қазір. Қазір мен жаңа деп айтам. Демек, мен present perfect қолдану керекпін деп сондай
бір ескеріп қойыңыздар. Осымен сабағымыз бітті. Егерде ұнаған болса, лайк басып қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Сабақ жайлап жалғаса беретін болады иншалла.